Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздердің назарларыңызға 8-ші сыныптың өткізгіштерді тізбекті және параллель жалғау тақырыбын түсіндіретін боламын. Сабақтың мақсаты өткізгіштерді тізбекті және параллель жалғауды түсіндіру, ойлау қабілетінің танымын, өткізгіштердің тізбекті және параллель жалғауын күнделікті өмірмен байланыстыра отырып оқушыларға жеткізу. Оқушының ғылымға деген қызығушылығын арттыру, еңбекке, ұжымшылдыққа, халық дәстүрін дәріптеуге негізінде қолданылады. Балама тест. Сіздер өткен тақырыпты қайталау бойынша сіздерге қысқаша я және жоқ деп нақты жауап беретін өткізгіштердің материалын сипаттайтын шаманы кедергі деп атайды. Ток күшін өлшейтін құралды вольтметр деп атайды. Электр тоғының қуаты деп уақыт бірлігінде жасалған жұмысты айтады. Уақыт бірлігінде өндірілген токтың жұмысын кернеу деп аталады. Меншікті кедергінің өлшем бірлігі Ом көбейтілген метр. Техника және тұрмыста әртүрлі тұтынушылар, қыздыру шамдары, үтіктер, электр пештер, электр қозғалтқыштар және тағы басқа қолданылады. Өткізгіштерді жалғаудың тәсілдерін қарастырайық. Бірінші жағдай: егер бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басымен, екіншінің соңы үшіншінің басымен және тағы солай жалғана беретін болса, онда мұндай қосуды тізбекті жалғау деп атаймыз. Тізбекті жалғау дегеніміз біз қарапайым мерекелерде қолданылатын гирлянда сияқты. Сонымен сіздерге тізбекті жалғау кезіндегі айнымалылардың қалай өзгеретінін көрсетемін. Бізге ең бастысы білу керек бұл жерде Ом заңын. Яғни Ом заңы деген тізбек бөлігінде ток күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал. Өткізгіштер салатын болсақ, бірінші нүкте тұйықталған нүктедегі кедергі қосылған екінші нүктедегі кедергімен қосылған үшінші нүктедегі кедергімен. Үш жағдайын қарастырайық. R деп жазып қойыңыз үстіне, сіздерге түсінікті болу үшін. Енді қарастырайық. Сіздер білесіздер, тізбек бөлігіндегі ток күші әрқашанда тең болады. Яғни не деген сөз? Әрбір бөліктегі ток бір-біріне тең деген сөз. I1 тең I2 тең I3-ге. Біз жерде 3 кедергі алып отырмыз. Сонымен қарайық, I жалпымыз тең болады. Тізбек бөлігінің бірінші бөлігіндегі I1 тең I2-ге тең I3-ге. Жақсы. Енді кернеуді қарастырайық. Жалпы кернеуді өлшеу үшін біз есімізге бір формуланы түсіру керекпіз. Яғни кернеу дегеніміз не? Кернеу дегеніміз потенциалдардың айырымы. Яғни тізбек бөлігіндегі потенциалдар білесіздер, біреуі үлкен, екіншісі кіші болады. Үлкеннен кішіге қарай өтеді. Яғни Фи1 алынған Фи2. Шектелген нүктелерді белгілейтін болсақ, мынауымыз Фи1, мынауымыз Фи2. Енді әрбір нүктені жазбай қойын, Фи3, мына жер Фи4 деп белгіленеді. Сонда қарастыратын болсақ, Фи2 бірінші жағдайда U1-іміз тең болады. Фи1 алынған Фи2. U2-мізді қарастырайық. Кернеу 2 тең болады. Фи2 алынған Фи3. Яғни осы жерде нақты біз қарастыратын жағдайда кернеу бір-біріне тең емес деген сөзде көріп тұрсыздар. Фи3 алынған Фи4. Дұрыс па? Сонымен қарайтын болсақ, сонда біздің кернеу әрбір бөлікте әртүрлі. Яғни жалпы кернеуді алатын болса, барлық кернеулердің қосындысына тең. U3. Енді бізге кедергінің формуласын шығару керек. Кедергінің формуласын қайдан шығарамыз? Бұл Ом заңына біз кернеуді табатын боламыз. Ом заңында кернеу бізде тең болады. Неменеге? I ток күші көбейтілген кедергіге тең болады. Яғни жалпына кернеуді алатын болсақ, I жалпы көбейтілген R жалпыға. Дұрыс па? Енді әр жағдай үшін U1 үшін
ол i1 көбейтілген r1 деге қосылған. Кернеу 2 үшін i2 көбейтілген r2. Және үшінші жағдай үшін, үшінші кернеу үшін i3 көбейтілген r3. Енді тағы бұл жерде қарастыратын жағдай, біз білеміз, барлық бөлігінде бізде ток күші тең екеніне. Яғни сол кезде не істей аламыз? Ток күштерін жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. Сонда I жалпы көбейтілген R жалпы барлық ток күші тең болғандықтан I деп қана жазсайын. I тең болады R1 қосылған R2 қосылған R3. Сонда I-мыз барлық жерде тең болғандықтан ток күші, яғни оны қысқартып жібере аламыз. Бізде қалған формуламыз тізбектей жалғанған кездегі кедергіні анықтайтын формула. Сонда жалпы кедергіміз барлық кедергілердің қосындысына тең екен. R3. Жақсы. Келесі слайдқа көшейік. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Егер өткізгіштердің басын бір ғана А нүктесінде, ауысыштарын екінші Б нүктесінде жалғасақ, онда мұндай жалғауды өткізгіштерді параллель жалғау деп атайды. Мінекей сіздерге суретте көрсетілген. Электр тізбегіндегі екі өткізгіштердің артық өткізгіштерін түйістіретін болсақ, оларды А және Б нүктелер деп атайды. Сонымен біз оны сіздерге сызып көрсетейік. Мінекей, екі біздің түйіскен нүктеміз болсын, А және Б. Осыдан өткізгіштерді жіберейік. Үш жағдайын қарастырайық жаңа. Біздің кедергілеріміз және А және Б нүктесі деп айтқан түйіскен нүктелеріміз. Енді қарайтын болсақ, бұл жерге тағы да бір ток кіреді. Жалпы ток, Бұл жағдайды біз нені түсіну керекпіз? Бұл бізде судың трубадан аққан сияқты болып елестетуімізге болады. Қараңыздар. Бірінші жағдайда жалпы тоқты I1, I2, I3 деп үш бөлікке бөліп жібере аламыз. Енді кедергілеріміз орында тұр. Потенциалдар айырымын қарастырайық. Қанша потенциалдар айырымда орналасқан екен? Бұл тек қана екі потенциалдар айырымда орналасқан екен, А біздің формуланы біз білеміз, кернеу тең үлкен потенциал алынған кіші потенциалдан. Жақсы. Сонда біздің кернеу жалпын есептейтін болсақ, қараңыздар. Бір потенциалда орналасқан барлық тізбек үшін кернеу бірдей, U1-де фибр алынған Фи2-ге тең, U2-де фибр алынған Фи2-ге тең, және U3-де фибр алынған Фи2-ге тең екен. Енді ток күшін қарайық. Жалпы ток күші бұл жерде. Ток күшіміздің шамасы 3-ке бөлініп тұр. Яғни жалпы ток күші I1 қосылған I2 қосылған I3-ке тең. Тағы да бізге көмекке келетін Ом заңы, I тең U бөлінген яғни кернеу кедергі. Сонымен жалпының орнына қоямыз. Сонда U жалпы бөлінген R жалпы. I1-іміз U1 бөлінген R1 қосылған U2 бөлінген R2 қосылған U3 бөлінген R3. Бұл жерде бізде есте қалған нәрсе немене? Барлық кернеулер бір-бірімен тең. Яғни есе аламыз. Кернеулерді жақсан шартына шығарып, қысқартып жібере аламыз. Бұдан деп жазып жіберейін.
U жалпы R жалпы. Мына жерде U-ды сыртына шығарып жейік. Барлық жерде тең. Онда жалпы деп жаза салайын, иә? Сонда немене қалады бізде? 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3 қалады. Біз не істей аламыз? Кернеу барлық жерде тең болғандықтан кернеулерді қысқартып жібере аламыз. Сонда бізде параллель жалғанған кезде қалған тізбек теңдеу R жалпы 1 тең болады 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3 қалады. Негізгі теңдеу. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.